Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз келіншектер? Біз бүгін ржаной ұннан, қара бидай ұнынан ржаной нан жасаймыз. Бұны қазір жақсы көтеріліп тұр менің қамырым. Бұнда ржаной ұн, 1 килограмм ржаной ұн, 1 килограмм 800 грамм қара бидай ұны, 1 килограмм выше сорт ұн, 800 грамм қара бидай ұны, содан кейін солод ржаной деген бар қосатын. Су, тұз, май, осыларды қосып, дрожь қосып, илеп, осылай ашытамыз. Мына сөйтіп, енді қазір оны мына формаларға саламыз. Так, енді қазір формаға саламыз. Бисмилля. Так, мынауымыз көп болады. Қазірге ашимыз мінекей. Ой, қоспаппында ғой. Мінекей. Так, мынау көп. Міне 500 граммнан саламын қазір. Жоқ, 500 грамм көп кетеді екен, 450 салайын. Қатты көтеріледі қазір. 400 сасақ та болады, негізі қатты көтеріледі. Мінекей 400 граммнан саламыз. Міне осылай салып, енді оны жылы жерге қойып қоямыз көтергенге. Және қыздар, бүгін мен осы қара бидай, пока менің нандарым көтерілгенше, қалған қара бидай нан жасаған қамырдан осы пирожки жасап көрейін деп тұрмын, ржанойдан. Қалай болып шығады екен. Содан кейін мен сіздерге айтамын. Міне осылай дөңгелектеп кесіп алдым қамырды. Енді картошка салып, ішіне қазір бүгемін. Міне қыздар, менің қамырым ашығанша, пока мен осылай пирожки дайындап жатырмын. Ржаной ашытылған қамырдан және ортасына картошка салып. Так, міне осылай өгемізді бүйтіп бекіте береміз. Самса сияқты. Просто арасына картошка салдым. Енді өздеріңіздің жаңағы ойлануларыңызға байланысты арасына неше түрлі салуларыңызға болады.